Сәлем достар! Бүгін сіздермен өте нәзік, тәп-тәтті сүзбелі пирог дайындаймыз. Оп-оңай әрі тез жасалады. Алдымен песочный основасын жасап аламыз. Ешқандай миксер қажет етпейтін өте оңай песочный основа. Ол үшін ыдысқа бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ майды және қантты салып, қасықпен немесе венчикпен араластырып аламыз. Қант пен май толық бірігуі керек. Енді жұмыртқаны салып, тағы да араластырып аламыз. Жұмыртқа жақсылап араласқан кезде ұн мен разрыхлительді қосып, қасықпен біріккенше араластырып, кейін қолмен қамыр илейміз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қолмен илей берсеңіздер, қамыр тез-ақ жиналып, осындай әдемі жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді пирогты пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде осындай асты алынатын форма. Астын пергаментпен жауып алдым. Форманың шеттерін маймен майлап шықтым. Форманың диаметрі 26 см. Сіздер кішірек диаметр формаға жазсаңыздар, пирогтарыңыз биік, әдемі болып шығады. Мен осы жолы жалпақ формада көлемі жағынан үлкендеу етіп жасағым келді. Енді дастарханға немесе тақтайға кішкене ұн сеуіп, қамырды формаңыздың көлемінен үлкендеу етіп жайып аламыз. Осылай оқтаумен жинап алып, форманың үстінен видеода көрсетілгендей етіп түсіріп, шет-шетін қолмен жабыстырып, пирог формасына келтіріп аламыз. Шеттері бірдей болмаса кесіп, керек жеріне жабыстырып, бірдей биіктікте болатындай жасап аламыз. Енді бір ыдысқа сүзбелі начинканы дайындаймыз. Ол үшін әрине сүзбе, қаймақ, жұмыртқа, қант салып, блендермен бір келкі масса болғанша әдемілеп араластырып аламыз. Блендермен араластырғаныңыз жақсы болады, сонда пирог өте нәзік, воздушный болып шығады. Егер тек қасықпен араласса, онша болмай қалады. Себебі сүзбе зернисті ғой. Солай пирог ішінде зернисті болып жүргені нәзік емес қылып тұрады пирогты. Сол үшін міндетті түрде блендермен езіп алыңыз. Ең соңында ваниль қантын қосып жібердім. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Қоспаса да болады. Енді основасы дайын формаға начинкамызды құйып, бетіне кез келген жидектерді орналастырсаңыздар болады. Мен замороженный езілген малинаны әр жеріне орналастырып шықтым. Жидексіз де жасай беруге болады. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді бірінші бөлме температурасына толық суытып, сосын холодильникте толық суытамыз. Содан кейін барып формадан босатып кесуге болады. Міне осындай оп-оңай өте тәтті пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, туыс қыз-келіншектерге жіберіп отырыңыздар. Ас болсын.